Ассалаумағалейкум құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгін мен сіздерге өте таңғажайып жағдайды көрсеткім келіп отыр. Колтон Тодд Бурпо есімді бала. Ол баланың ерекшелігі, ол ана өмірді, яғни жұмақты көрген болатын. Оқиғаның барлығын қалай болғанын түсінгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Айтып қояйын, видео қазақша түрде аударылған болатын. Оқиға былай болған. Жас бала кішкентай кезінде қатты ауырған. Және қатты ауырған соншалық ол бірнеше рет құсып, яғни жағдайы нашарлай бастаған. Әкесі оның жағдайын барлығын толығырақ кітапта сипаттап жазған болатын. Бұл бала өте кішкентай болғанда дәрігерлер оған аппендикс, яғни соқыр ішектің жарылуы туралы айтқан болатын. Осыдан кейін баланың жағдайы күрт нашарлай бастаған. Уақыт өте келе одан әрі нашарлап, содан соң арнайы медициналық бағытта емделуге тура келді. Бұл әрине ата-аналарын қатты уайымдатты. Себебі кішкентай бала мұндай медициналық операциялардан өтуі екіталай болатын. Ата-аналары баласын қатты уайымдады. Тіпті әкесі ашуланғаннан Иисусқа, жаратушыға, маған бар жасаған жақсылығың осы ма деп қатты айқайлаған болатын. Әрине, олар қатты ашу үстінде болатын. Барынша баласын аман алып қалу үшін бәрін де жасаған. Тіпті барлығынан баласына аман алып қалуын тілеп, жаратушыдан сыйынуын сұрады. Сосын дәрігерлер әкесіне айтқан: "Сіз бе Колтонның әкесі?" деп. "Иә, мен" дедім. Содан соң сізді балаңыз шақырып жатыр. Оның сізге айтатыны бар деді. Әкесі сол кезде қатты таң қалды және қатты қуаныш үстінде болған. Осы кезде ол баласына барған кезде, баласы оған түсініксіз нәрселер туралы айта бастады. Бірақ әкесі оның не айтып жатырғанын әлі де түсінбеді. Баласын ауруханадан шығарғаннан кейін олардың барлығы баласының айтқанын тыңдады. Ал ол былай болды: "Мен жерде жүрмегенімді білем. Мен жерде емеспін. Күн сәулесі түсіп тұр. Өте жарық, бәрі өте әдемі. Сонда мен өте жақсы киінген жас адамдарды кездестірдім. Олардың барлығы мені есік алдында күтіп алды. Ал есік өте жарқыраған, өте әдемі түрде болған еді. Және мен одан Иисусты көрдім" деп айтты. Әкесі осы кезде ойланды және дұрыс сұрақ қойды: "Иисустың таңбасы қайда?" деді. Сол кезде баласы ойыншығын алып, "Міне жерде" деп бірнеше рет әкесіне көрсеткен болатын. Осы кезде әкесі қатты ойланды. "Мен осы кезде барлығын білемін, бірақ мен қатты мұң үстінде болдым. Себебі менің ата-анам жоқ болатын. Сол кезде маған Иисус алаңдау үшін, әрине жыламау үшін өзінің туыстарын пайдаланып, оны менің қасыма әкелді. Сол кезде мен тыныштала бастадым. Бір кезде мен машинада айдап келе жатырған кезде балам артынан: "Сенің Боб деген атаң болды ма?" деді. Мен ойлана тұра "Иә" дедім. "Бірақ оны сен қайдан білесің?" деді. Сол кезде баласы айтқан болатын: "Мен Боб деген атаны сол жерде кездестірген болатын. Сол маған сенің әкең осы ма деп көрсетті. Мен "Иә" дедім. Осы кезде ол өзінің атасы екені туралы айтты. Мен сол кезде түсіндім. Жалпы Колтонның әкесі Бобтан 7 жасында айырылған болатын. Мен ол кезде өте кішкентай едім" деп айтқан еді ол. Бір кезде мен баламен ойнап отырған кезде балам маған ішінен көрсетті: "Бұнда сенің 2 қызың бар" деді. Мен сол кезде түсінбедім. "Қайдағы 2 қыз?" дедім. Сол кезде балам айтты: "1 қыз бар, ал 1 қыз ішінде жетінеп кетті" деген. Және "Қайдан білесің?" деген кезде мен оны жұмақта кездестірдім. Оны сипаттап берді. Оның шашы сарғыштау түстес және маған ұқсас келеді деп айтқан болатын. Уақыт өте келе мен барлығын түсіндім және де мұндай ерекшелікке таң қалған болатынмын деп айтты анасы. Әкесі айтты: "Мен ойлана келе мынандай сұрақ қойдым: сен сол жерге кері оралғың келе ме?" деді. Жалпы Колтонның жауабы осылай болды: "Мен сол жерге бардым және оралатынымды да білдім. Себебі маған Иисус сол кезде айтты:
сенің әкең шақырып жатыр, сен оралуың керек. Әкесі сол кезде әлгі айқайлап жалынып сұрағанын есіне түсірді және шынымен де бізді еститінін қатты ойланып таң қалған болатын.